Рекламный аккаунт ашылды, способ оплатыды қостық. Келесі қадам, яғни 6-шы қадам, біз осы жердегі мына ADS менеджердің ішін таныстыратын боламыз. Яғни, мына 3 сызықты басу арқылы ADS менеджерға кіреміз. Бізде Facebook арқылы кірген кезде арнайы өзінің реклама жіберетін ADS менеджері бар. Одан бөлек бизнес менеджерден кіреміз ғой арнайы реклама жіберу үшін. Ол жерде бөлек ADS менеджері бар. Мына жерге кірген кезде бізде ең бірінші осындай өзінің условияларын принимать ету керек болады. Принимаю. Міне, готово. Енді ары қарай, мына жерде бізде ID-іміз тұр, міне 28-21 деп ашылған, бұл біздің новый рекламный аккаунтымыз жаңағы. Еще рекламный аккаунты басқан кезде, мынау бізде бірінші ID, Айгерім Тасболат деген Facebook арқылы кірген кезде 1502 деп табатын, бұл ADS менеджер емес, яғни жеке Facebooktың өзінің беретін бір реттік рекламный аккаунты. Бұл арқылы реклама жіберместен біз мына жаңа создать еткен рекламный аккаунт арқылы қолданатын болсақ, ертеңгі күні бізде проблема бола бермейтін болады. Яғни блокқа кеткен жағдайда біз тағы да бизнес менеджер ашып, осындай рекламный аккаунт ашып, жұмыс жасай берсек болады. Ал егерде мына ADS менеджер арқылы жасайтын болсақ, яғни Facebooktың өзінікі арқылы жасайтын болсақ, ондай жағдайда мына рекламный аккаунттарды қолдана алмаймыз. Және бұны ашу мүмкіндігі аз болады. Яғни мүлде реклама жібере алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан бізге бизнес менеджердің арнайы берген осы рекламный аккаунтын қолданған маңызды. Енді ары қарай біз мына создать рекламный аккаунты өшіп тұр ғой, осыны қалай қосу керек, барлығын көрсетіп өтетін боламыз. Ол үшін мына 3 сызықты басу арқылы мына 9 кнопка бар, яғни настройка компании, ADS менеджер, настройка рекламного аккаунта, осы мүмкіндіктерді қолдану арқылы біз реклама жіберетін боламыз. Мына биллинг бөлімі арқылы біз төленбей қалған рекламаның ақысын төлейміз. Не болмаса, міне, бұл жерде бізде әлі жоқ қой. Жаңағы өздеріңіздің рекламный способ оплатаны қосқан кезде, мына жерде сіздердің карталарыңыз көрініп тұрады. Бізде міне текущий баланс 0 деп тұр. Егер де бар болса, осы биллинг бөлімі арқылы мына жерде оплатить деп шығып тұрады, соны басу арқылы төлеп тастаймыз. Аудитория, events менеджер, осылардың барлығын қазір сабақ барысында қолданып таныстырып өтетін боламын. Бірінші, ADS менеджердің бізге ең керекті создать кнопкасын қосуымыз керек. Ол үшін настройка бөліміне кіреміз. Төмен қарай түсіп, информация о компанияға кіреміз. Осы жерде біз өзімізде рұқсатнама алу үшін электронный почтаға SMS жолдаймыз. Яғни отправить письмо, подтвердить ету керек. Енді жоғары қарай кіріп, қайтадан мына ADS менеджерға келеміз. Енді бізде мына создать кнопкасы басылды. Тағы да бір қайталап көрсетіп өтеміз. Мына жерде бізде қазір 3 сызық тұр ғой. Бұның орнына сіздерде 9 нүкте болуы мүмкін. Не болмаса, мына Facebooktың приложениясына байланысты осы окошканы тауып аламыз. Яғни ADS менеджердің мына жерде біз жаңа настройкаға кірдік. Төмен қарай түсеміз. Информация компанияға кірдік. Одан қарай төмен түсіп, мына жерде электронный адресті подтверждение алдық. Яғни мына жерде егерде сіздерде көрінбей тұрған болса, редактировать етесіздерде подтвердить етіп басып, қайтадан сіздерге почтаға келеді SMS сол кезде, сіздер соны подтвердить етіп басқаннан кейін бізде мына арадағы инструмент, яғни ADS менеджердің главный окошкасындағы мына жасыл создать батырмасы ашылады. Яғни міне қосылды. Арғарай сіздерге жарнама беру барысын көрсететін боламын.